Сәлем достар, бүгін сіздермен мен осындай қазақтың ұлттық тағамы жент жасауды үйретемін. Менің талқаным қара болғаннан кейін менде қара жент шықты. Дәмі тіл үйреді, жасалуы өте оңай. Жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ жентімізге ерітілген 50 грамм сары майымызды құямыз. Жақсылап бір-бірін араластырамыз. Қант ұнтағын немесе қант қоссаңыздар да болады. Мен тез ерісін деп қант ұнтағын қосамын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне кішкене сгущенка қосамыз. Сгущенкамыз біріктіру үшін, бір формаға келу үшін қосамыз. Көп қоссаңыздар өте тәтті болып кетеді, сондықтан қантты сгущенканы татымына қарай қосыңыздар. Жасалуы өте оңай, бар жоғы осы ингредиенттерді араластырып, қатуға ыңғайлы форма болған кезде уже қатырып, формаға салып, қатырып жасай бересіздер. Арнайы формаға салмасаңыздар да болады. Формаларыңыз жоқ болса, обычный табаққа қатырсаңыздар болады, немесе салафан пакетке салып қатырсаңыздар да болады. Осылай жабысқанша араластырамыз да, осылай формаға келеді ау деген кезде арнайы осындай формамызды аламыз. Менде шоколадқа арналған форма. Кез келген форма алсаңыз болады. Кекстің формасына салсаңыздар да болады. Әрбіреуіне осылай тығыздап, қаттыға саламыз. Қатты формасы жабысып бір-біріне. Қатты форма шығады, сонда күшті болып. Осыны осылай жеке-жеке салып, бәрін қатыруға жібереміз. Морозильникке жарты сағатқа қойсаңыздар да болады. Негізі бірақ 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойсаңыздар, жент қатып, өзінің формасын күшті сақтап тұратын болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді.
үйде осындай формочка болған менде, соған салып қатыра салдым мен. 4 бұрыш болып шығады. Егер сарғыш жентпен жасайтын болсаңыздар, өздеріңіздің қалауыңызша оған орех, изюм қоссаңыздар болады. Осылай бұны да нығыздап үстінен басамыз, әбден тығыз, прям қатты форма болғанша. Мен морозильникқа 1,5 сағатқа қойдым. 1,5 сағаттан кейін шығардым. Міне, женттарымыз қатып қалған, күшті, формасын әдемі ұстайды. Осылай формочкадан жайып шығарамыз. Әдемі, ерекше женттарымыз дайын болды. Менде негізі сары талқанмен істегенде формадан шыққанда әдемі көрінуші еді. Енді мен барымен базар. Сары жентпен де істеп, бір күні көрсететін болам видеоны. Осылай достар, өте оңай жасалады. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.